Жала кенгішті, е? Алейкум ассалам. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах. Вассалату вассаламу аля расулиллах. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Осы мешітте біз Ақида Тахауи кітабын бастаған едік. Рамаданнан алдын тоқтап қалған еді. Енді қазір сол Ақида кітабы имам Тахауи рахимахулланың жазған ақидаға қатысты болған мәселелер жазған кітабын оқитын боламыз. Имам Ғазнауи рахимахулланың шархыменен бұл Ақида Тахауи имам Тахауи рахимахулланың өзінің ақидасы, немесе Матруди деген ақида ондай жоқ. Ақида Ахли Сунна уал Джамаа. Біз айтқанымыз Матруди деген ол бір мазхаб емес, Тахауи деген мазхаб емес, Аш'ари деген мазхаб емес. Ол сол кітаптардың авторлары, мусаннифтары, сол бір ғалымдар жазған кітап. Ондай не жоқ. Ақидада мазхабқа бөлінбейді. Ақидада бірақ қана жамағат, бірақ қана мазхаб бар, Ахли Сунна уал Джамаа. Пайғамбарымыз айтты, 72 фирқаға, 72 топқа бөлінеді деді. Одан кейін келіп алып біз тағы да 2-ге бөлінеді деп отырсақ, онда болмайды. Бірақ қана топ қана жәннатқа кіреді деп жатыр. Ол Ахли Сунна уал Джамаа. Егер солардан болғың келсе, онда сен ақидаң Ахли Сунна уал Джамаасын. Пайғамбарымыз бірақ қана топ кіреді деп жұмаққа. Бани Исраил 73-ке бөлінген. Бірақ қана топ, бірақ қана жамағаты ғана не болады екен? Жәннатқа кіреді деп. Матруди деген жоқ, Аш'ари деген жоқ. Кім деді? Ахли Сунна уал Джамаа деді. Сол үшін біздің ақидамыз Ахли Сунна уал Джамаа. Ал енді қарапайым халықтың арасына, елдің арасына қазір Матруди деген термин тарап кеткен. Аш'ари деген термин тарап кеткен. Оны білетіні бар, білмейтіні бар. Сол түсінбеген адамдар ойлайды, біз Матруди деген мазхабтамыз деп. Жақсы, онда Матруди мазхаб болса, Ахли Сунна кім онда? Олар жұмаққа кіреді, онда сіз туралы жұмаққа кіреді туралы айтылған. Сол үшін не болады екен? Егер кейбір жерлерде сондай бір терминдер қолдану керек болып қалса да, ол всего лишь тек қана бір термин, немесе кітаптың аты, немесе бір автор, бір кісі деп ұғыну керек, сөйтіп түсіну керек. Кейбір жерлерде сондай болып қалады, сенен сондай бір сөз талап етіледі, аузыңнан сондай бір сөздер шығу керек болады. Сондай кездерде ғана, мәжбүрленген кезде ғана солай айтуға, жалпы біздің ақидамыз Ахли Сунна уал Джамаа. Пайғамбар және сахабалардың ақидасын ұстанамыз. Түсінікті, сол Ахли Сунна уал Джамаа ақидасының дағы ғалымдар ақида туралы кітаптар өте көп жазылған. Солардың кеңірек тарағаны имам Тахауидікі, имам Матрудікі, имам Аш'аридікі, басқа да ғалымдардікі көп деген. Имам Абу Ханиф өз қолымен де жазған, өтіп жатырмыз Фиқхул Акбарда, білесіздер, басқа мешіттерде. Сол үшін осы не болады екен, айырмаларын түсініп алуымыз керек. Егер біз ойласақ, біз Матрудиміз, мен Матруди деген мазхабтамын десеңіз, онда кешіріңіз, сіздің ұстанған сеніміңіз туралы пайғамбарымыз жәннатқа кіретіндігі туралы айтқан емес. Онда сіз емес, басқа біреулер жұмаққа лайық екендігін өзіңіз өз аузыңызбен мойындаған боласыз. Сол имам Тахауи рахимахулланың жазған ақидаға қатысты болған жазған кітаптарындағы сабақты жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тағдыр мәселесі. Тағдыр мәселесі. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тағдыр. Тағдыр деген сөз, ол қадар, өлшеу деген мағынаны білдіреді. Өлшеу деген мағына. Енді біздің өмірімізде неге тағдыр десе, өлшенген. Өмірімізде өлшенген, рызқымызда өлшенген, күнімізде өлшенген, жақсылығымызда өлшенген, жамандығымызда өлшенген, қуанған күнімізде, өкінгенімізде, қайғымыз бәрі өлшенген. Сөйтіп жазылып қойған. Енді сол жазылып қойған дықтан қазір болып жатқан нәрсенің бәрі болып жатқан жоқ.
Біз осы нәрсені қаладық, осы нәрсені болуды біз таңдадық. Сол үшін Алла Тағала жазып қойды. Тағдыр мәселесіне көп адамдар көп мәселе түсінгісі келеді. Тағдыр мәселесі өте қызықты болады, бірақ бір нәрсені түсіну керек. Алла Тағала адам баласын ең бірінші бұл дүниеге жаратпай тұрып, мысалы, Абдулла деген кісіні Алла Тағала жаратпай тұрып, бұл дүниеге ол келеді, осынша жыл өмір сүреді, осындай болады, барлығын біліп, және бұл дүниеге келгенде ол осы нәрсені қалайды, мына нәрсені қаламайды, мындай жолға түседі, мындай жолғадан алыс болады деп, сол адамның қалауын, сол адамның болашақта өзі таңдап тұрып қылатын нәрселерін Алла Тағала тағдырға жазып қойды. Кейбір адамдар айтады, егер тағдырда мен ризқым жазылған болса, кешке мен онсыз да сол нәрсе маған, сол нәрсені жеймін, онда жата берсем болады, жұмыс істемей. Егер мен ризқым жазылған болса, жұмыс істеуіне қажет, бәрібір ол келеді деп. Жоқ. Сен жақсы сондай түсінік, бірінші ол қате түсінік. Екіншіден, солай түсініп, сен жатсаң да бәрі жата алмайсың. Тағдырында тұрып жұмыс істеу деп жазылып тұр, сен тұрып жұмыс істейсің бәрібір. Жата алмайсың. Сен тағдырында сол жазылып тұр, сен тұрып жүресің. Потому что сен оны қаладың бұрын, жаратылмай тұрып. Алла Тағала соны ертерек берді. Алим, ілімде деп соны айтады. Ғайыпты да, келер шақты да Алла біледі, сол нәрсені тағдырға, кітабымызға жазып қойды. Тағдыр мәселесі өте нәзік болғандықтан, және оның ішінде көптеген қызықты мәселелер бар. Адам оған кірген сайын балауты секілді бата береді, кейіннен сөйтіп тағдырға тіл тигізіп қойғандығын білмей қалады. Сол үшін имам Тахауи рахимахулла айтты, Алла Тағаланың мына бір сөзін алып келді: «Халақал халқа би илмихи ва қаддара лахум ақдаран». Имам Тахауи рахимахулла былай деп айтты, бұл аят емес. «Халақал халқа би илмихи». Алла Тағала өзінің мақлуқтарын өзінің ілімімен жаратты. Ол не деген? Алла Тағала мақлуқтарды ілімімен жаратты деген. Алла Тағала қандай бір мақлуқты жарататын болса, ол мақлуқ, мейлі ит болсын, жануар болсын, адам болсын, періште болсын, жын болсын, жаны бар нәрсе, жаны жоқ тас болсын, ол бұл дүниеге жаралғаннан кейін не істейді ол? Қанша уақыт тұрады, қашан сынады, қашан бұл дүние өтеді, не істейді, соның барлығын Алла білді, білгеннен кейін жаратты Алла Тағаланы. Ва қаддара лахум ақдаран, және оларға өлшем қойды. Тағдыр деген сөздің екінші сөзі бар, ажал деп айтады. Ажал деген уақыт деген. Бізде ажал деп айтады. Ажал келді деп айтады. Ажал деген, ажал деген. Ажалум мұсамма, Құранда көп деген ондай сөздер қайталанып келеді. Сол үшін Алла Тағала бұл әлемде бүкіл мақлуқтың барлығын тек қана адамзат емес, оның ішінен жындарды да кіреді, оның ішіне періштелер де кіреді, оның ішіне хайуанаттар да кіреді. Бірақ Алла Тағала инсандарға өмір сүретін жылдарын, өзінің бір уақыт жылдары бар. Періштелердікі, жындардікі, хайуанаттардікі, мал жануарлардікі, құстардікі. Адамдар соңғы қияметке жақын, хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, менің соңғы үмметімнің орта жасы 70-80 жылдар болады деген. Бір тағы риуаятта келеді, бірақ ол даиф, сахих емес риуаятта, менің үмметім 100 жылдан аспайды деген, бірақ ол даиф. Сахих риуаят бойынша менің үмметім 60-70-80 жылдың арасында өмір сүреді деді. Соңғы үммет, қазіргі заманда айтып отыр. Одан алдыңғы замандарда, одан алдыңғы қауымдарда, оларда басқаша, одан көбірек уақыт болды, өмірлер кішкене ұзанырақ болды. Ал енді жындар болатын болса, Алла Тағала оларға көбірек уақыт берді. Олар 100 жылдап, 200 жылдап, 500 жылдап та өмір сүре береді. Періштелер де солай. Оларда Алла Тағала сондай періштелер бар. Олар жаратылғаннан бастап қиямет күніне олар бар болады. Олар өлмейді. Яғни өлім бар, бірақ Алла олардың жанын алмайды. Ал хайуанаттар, малдар, кейбір білесіздер, сиыр болсын, қой болсын, 30-ға келген қой бар ма? 40 жыл болды мына сиырға, 60-қа келді мына жылқы деген нәрсе жоқ. Алла Тағала жануарларға өздеріне жараса өмір берді. 3-4 жыл, әрі кетсе 4-5 жыл. Олардың сол 4-5 жылы адамның 60-70 жылына тең келеді.
Жын періштелердің қанша жыл өмір сүрген болса, ол да адамдардың 60-70-80 жылына тең келеді. Яғни барлығының өмірі өзіне сай, амалына да, құлшылығына да, басқасына сай Алла Тағала сол тең қылып өмір берген. Абу Ханифа рахимахулла тағдыр туралы бірде сұралған. Адамдар келіп Абу Ханифа рахимахулладан тағдыр туралы айтыңызшы деді. Қадар туралы айтып беріңізші деді. Сол кезде Абу Ханифа рахимахулла айтты: мен тағдыр туралы мына аятта Алла Тағала қалай деп жатыр, сол нәрсені ұстанам деді. Қамар сүресі 49 аят. Қамар сүресі 49 аятта Алла Тағала былай дейді: инна кулла шайин халақнаху биқадар. Біз не нәрсе жаратқан болсақ, сол жаратылған мақлуқтың барлығы уақыты өлшенген деген. Абу Ханифа осылай жауап берді. Құранда Алла Тағала айтты, Қамар сүресі 49 аятта: инна кулла шайин халақнаху биқадар. Біз бүкіл мақлуқтар, қанша мақлуқ жаратқан болсақ, сол мақлуқтардың барлығына уақытын беріп қойдық. Уақыты жоқ, мақлуқ жоқ. Тек қана тозақ пенен жәннат. Тек қана тозақ пенен жәннат. Тозақ пенен жәннатқа Алла Тағала бітетін уақытын жазбаған. Былайша айтқанда, мәңгілік деген сөз тозақ пен жәннатқа да істетіледі. Қалған жаратылыстардың барлығына Алла Тағала уақыт қойған, басқа нәрселерге мәңгілік деген сөз істетуге болмайды. Мәңгі жасайық, осындай нәрселер мәңгі жасасын деген нәрселер болмайды. Мәңгі ештеңе жоқ. Алла Тағала мәңгі. Және Алла Тағала өзінің ұлықтылығымен жәннат пен тозақты жаратты. Бірақ ол мәңгі болса да, олар бәрібір мақлуқ. Сол мәңгі деген сөзбенен, немесе мәңгі деген сипатпенен Аллаға тең келе алмайды. Алла Тағаланың мәңгілік деген сипаты бар, білесіздер, иә? Аяғы жоқ, соңы жоқ деген. Енді Алла Тағала тозақ пен жәннатты да сондай шектеусіз жаратты. Енді оны бір адамдар Алланың сипатына тең келдіре алмайды. Неге? Себебі сол жәннат пен тозақ мәңгі болса да, бәрібір мақлуқ Алла жаратты. Иә? Біз айтқан едік, бір оқиғаны айтқан едік. Бір адамның ақидасын адастыру үшін кейбір уақытта көптеген сұрақтар қояды. Ақида мәселесінде сұрақтың көп пайда болуы, сұрақ қойылған адамды сондай бір қауіпті жағдайға алып келеді. Бір адамдар бір үлкен шейхтардың сондай бір ақидадан күмәнданы болып, басқа болды. Ол адамдарды адастыру үшін сұрайды. Сендер айтасыңдар, Алла Тағала Құдай ұлық, бәрін жаратады, бәрін ризқысын береді. Алланың барлық нәрсе Алланың қолында деп айтасыңдар дейді. Мұсылмандар, ғұламалар дейді, иә, біз солай деп айтамыз. Ал енді айтшы, Алла Тағала соншалық ұлық болса, соншалық құдіретті болса, өзі секілді сондай бір Құдай жаратыла ма? Ұлық, құдіретті сондай Құдай жаратыла ма Алла Тағала дейді. Енді жаратылады десең, ол да Құдай не болады екен? Ширк болады. Жаратпайды десең, Алланың құдіретті деп тұрсың, бүкіл нәрсені жаратады деп тұрсың. Алланың жарата алмайтын да нәрсесі бар ма деп тағы соған сұрақ қояды. Сол үшін ғұламалар былай деп жауап берген ондай адамдарға. Араб тілінде билфард деген нәрсе бар. Билфард. Орысша айтқанда допустим деген. Былайша айтқанда деген сөз да ол. Былайша айтқанда допустим, егер Алла Тағала өзі секілді бір ұлық бір Құдайды жарататын болса, құдіретті ұлық Құдай жарататын болса, бәрібір сол жаратылған Құдай ол мақлуқ болады. Аллаға тең келе алмайды бәрібір деген. Сеніңіздер ме? Адамдар, иә, жаратылады, Алла сияқты тағы бір Құдай болады деп ширкке барсын, немесе Алла Тағала жарата алмайды ондай деп күфрге барсын деп сондай сұрақ қойыптыр. Олар не деді? Ғұламалар айтты, иә, Алла Тағала жаратылады. Билфарз, егер жаратқан болса, сол жаратылған Құдайы қанша жерден құдіретті болса да, ол мақлуқ, Алла халиқ. Алла жаратты, ол жаратылған. Бәрібір төмен. Сол үшін Аллаға тең келетін ешбір ақыл жақтан да, нақыл жақтан да ештеңе тең келе алмайды. Сол үшін тағдыр мәселесіне өзің иманыңа қажет жоқ па,
ондай терең кіруге сұрақ қою ол қажет емес. Иманыңызды керісінше ол төмен түсіреді. Сол үшін имам Абу Ханифа рахимахулладан бір кісілер келіп, тағдыр туралы не айтасыз, қалай деп кеңірек айтып беріңіз дегенде, Абу Ханифа рахимахулла ол кісі айтты, Алла Тағала Қамар сүресі 49-шы аятта инна кулля шейин халақна биқадар, біз әрбір нәрсені мөлшеммен, уақытымен жараттық деп айтты. Мен сондай сол мәселені ұстанам деді. Тағдыр деп соны түсінем деді. Яғни Алла Тағала кітапқа, амал кітапқа жазып қойған, қашан болады, не болады, қалай болады, оны Құранда Алла Тағала жазып қойдық деді. Біз келмей тұрып сол нәрсені ұстанам деді. Басқа көп ештеңе айтып, ол адамдарды тәшвишке, басқа нәрселерге салған жоқ. Фама бақия фил алам шайун илля ва хуа дахилун фихи. Бұл әлемде не нәрсе бар болса, не нәрсе жаратылған, не нәрселер бар болса, соның барлығы тағдырдың ішіне кіреді деген. Одан кейін ғұламаларымыз тағдырды екіге бөлген, тағдыр мәселесін екіге бөлген. Білесіздер, тағдырымыз біздің лаухул махфуз деген жерде жазылып тұр. Лаух деп, осындай бір доска сияқты, бір лаух деп тақтаны айтады. Махфуз деген хафиз дейміз, қари. Хафиз деген сақтау деген, махфуз деген сақтанған. Сол Алла Тағала біздің тағдырымызды, лаухул махфуз тағдырымызды осындай бір доскаға бір жазатын бір жері бар, соған жазып қойған. Ол аспан әлемінде. Бүкіл мақұлықтардың барлығының тағдыры жазылып тұр. Енді шайтандар соны махфуз неменен сақтанған? Періштелермен махфуз ол. Лаух, сол жазылған, жаңағы тақта жазылған нәрсе, ол сақталынған. Немен? Періштелермен сақталынған. Сол періштелер сақталған, ал жын шайтандар соны ұрлайды. Бір сөйлем болсын, бір сөз болсын, оларға үлкен жұмыс соның өзі жетіп жатыр адамдарға азғыруға. Сонда олар сол бір адамның өміріндегі бір сөзін немесе бір амалын, бір сөйлемін оқып алып, соны оқып алып қашқан кезде періштелер оларды жұлдызбенен лақтырып, оларды қуады. Білесіздер, жұлдызды Алла Тағала 3 мақсатпен жаратқан, барлығы осы Құран-ы Кәрімде айтқан, зайянна сама, аспанды әдемі қылу үшін, руджумал лиш-шаятин, шайтандарға лақтыратын қару секілді нәрсе қылып жараттық деді. Періштелер сол жұлдыздарды алады да нелерге лақтырады. Үшінші, адасқан адамдарға жол табу үшін. Енді бүгінгіні бұл нәрсе қалып қалды. Бұрын кезде сағат жоқ, басқа нәрселер жоқ кезде, білесіздер, үлкен кісілер сол жұлдызбенен тапқан. Хатта үлкен шалдардан да естейсіздер, аталардан жаңа біреудің малдары адасып кетсе, сол өзінің малы, өзінің үйін жұлдыз арқылы, ай арқылы тауып деп айтып жатады, естіген шығарсыздар ауылдық жерде болса. Сол жұлдыз менен үйін, жерін тауып алады. Ол қалай екен, енді ол біз он нәрседен алыстап кеттік. Алла Тағала осы 3 нәрсе үшін жатқан. Сол періштелер сол шайтандарды, жындарды сол нәрсемен атады. Сол кезде олар жарақаттанып келіп әжетханаға, мусор жерге, лас жерлерге келіп тығылады. Олардың үйлері сол жерде. Мұсылман адам үшін фиқта өттік және өтеміз де әжетханада түкіруге, сөйлеуге, жаман лас жерлерде түкіруге ол макрух. Неге? Себебі сіздің аузыңызда қанша Құран бар, хадис бар, сөйледіңіз, жақсы сөздер айтасыз. Сол аузыңызда хадис, Құрандар бар, ол сіздің сілекейіңіз, түкіріңіз біреуге шипа болуы мүмкін. Түкірген кезде жын шайтандар әжетханада, мусорда соны жерге түсірмей алып, сіздің көзіңізше ол жерге түскендей болады, бірақ қанша бір бөлігін олар қағып алады да, сол үстінде жаңағы періштелер жұлдызбен атқанда үстеріне тиген жарақаттарын сол жерін жазып алады. Сонда сіз жындардың, шайтандардың қуаттанып, күшті болғанына септігіңізді тигізесіз. Сол үшін әжетханада түкіру болмайды. Лас, мусор жерлерде де не болады екен? Түкіріп, артық қажеттіктен тыс сөйлеуге ол да болмайды. Дем салынған кезде де адам деп дем салады. Не үшін? Себебі адамның сілекейінде ғұламаларымыздың айтуы бойынша не болады екен? Шипа бар деген. Хадисте келген бисмиллахи турбату ардина ва бириқати ба'дина юшфи биhi сақиман биизни раббина. Дем салынған кезде Жибрил алейхиссалам пайғамбарымыз ауырған кезде дем салған. Дем салғанда жерден бір топырақты алған. Айтты, бұл топырақтан адам баласы жаратылды.
бериқати баъдина. Сол топыраққа тиген адамның сілекейі, не тиетін болса, және соған Құран аят оқылып, сол ауырған жеріне, жарасына, сондай нәрсесіне жағатын болса, ол шифа болады деген. Жибрил алейхиссалам пайғамбарымызға солай дем салды. Топырақ адамға зиян бермейді. Ол жерде микроб деген нәрсе жоқ. Қазір адамдардың ақылын сондай цивилизация деп, адамдарды сондай негізгі ақылды адамдарды тосып жатыр. Білесіздер бәріңіздерде, ауылдық жерде өссеңіздер, үлкен кісілер не істейді, қолдарын топырақпен жуатын, май болса, бір рет жуады, 2 рет жуады, солмен тап-таза болады. Бүгінгі күні сіз 10 рет жаңағындай бір сабын қолданыңыз, шампунь қолданыңыз, май қолданыңыз, жылтыр болғанменен бәрібір сол ыдысыңыз, сол қолыңыздың ішінде микробтар қалады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, егер ит ыдысыңды жалап кетсе, 7 рет жуыңдар деді, 8-шіне топырақпен жуыңдар деді. Ал енді бүгінгі күні қанша деген нәрселер, элементтер шыққан, онымен 100 рет жусаң да, жылтыр болғанмен ішінде бүкіл удың бәрі тарелканың ішінде, ыдысыңызда тұрады. Кетпейді. Сіз оны қайтып тамаққа қолданасыз, уды қайттан ішесіз. Иттің, басқаның уын, нәжасын ішіңізге кетеді. Жылтырағанменен. Сол үшін жылтырақпенен үкім шығарылмайды. Цивилизация соны айтады. Біз негізгі цивилизациядан алыстап кеттік. Қазір цивилизацияның заманы емес. Сол кезде не болады екен? Жындарды сол нәрсемен етеді. Енді кейде сұрақтар болып жатады. Бұл әлемде көптеген тілдер бар, білесіздер? Көптеген тілдер бар. Не үшін, не хикмат? Алла Тағала бір тілдерді өте көп қылып жаратты. Не хикмат? Мына тіл емес. Орысша, қазақша деген. Әркімнің өзінің тілі бар ғой. Ол тіл емес. Не хикмат? Алла Тағала өте көп тілді жаратудан не хикмат? Құран-ы Кәримде көптеген аяттарды, Нахл сүресі, Исра сүресінде Алла Тағала «Уамин аятихи ихтилафу алсинатикум». Алланың құдіреттерінен болған бір құдірет, ол сендердің тілдерің әртүрлі болуларың деді. Біреу орысша сөйлейді, біреу ағылшынша сөйлейді, біреу басқаша тілде. Бұл Алланың құдіреті. Керісінше, бұл бізді адамзатты бөліп, немесе оны басқа бір нәрсе зиян жоқ. Бұл адамдардың тіл көп болуы, немесе бір тілде сөйлеуі, басқа адам басқа тілде сөйлеуі, ол ешқандай зияны жоқ. Керісінше, ол Алланың құдіреті. Құранда айтып отыр. Құранда Алла Тағала айтып отыр, тілдердің көп болуы, әртүрлі болуы Алланың құдіреті деп отыр. Енді онда не хикмат? Алла Тағала Адам алейхиссаламды жаратқан кезде, мына осы әлемде, планетада топырақтардың түрі бар, білесіздер. Сазды бар, сар топырақ, қара топырақ, топырақтың түрлері бар ғой, білесіздер. Сол мына әлемде қанша топырақ болса, сол топырақтарының бәрінен жинап, Адам алейхиссалам сол бір топырақтан шығарды. Бір жерден алып жаратқан жоқ Алла Тағала. Әр бір жерден, ол жерде сар топырақтағы болған Адам алейхиссалам құрамында Алла Тағала жаратқан кезде қара да болды, сазды да, лайы да, жаңағы неше түрлі топырақтар бар, қанша бар, соның барлығынан әрбір жерден алған, әрбір материктен алған. Тіл топырақпенен байланысы бар. Тіл топырақпен байланысы бар. Адамның орысша, қазақша, басқа тілде, арабша тілдері бұл топырақпен байланысы бар. Сол үшін Джалалайн деген тәфсир кітап бар. Джалалуддин Сюйти рахимахулланың жазған сол тәфсирде, Джалалайн тәфсирде осылай деп келеді. Тілменен топырақтың тығыз байланысы бар. Адам алейхиссаламның тұла бойында топырақтың бүкіл түрлері болды. Сол үшін Адам алейхиссалам қазіргі заманда қанша тіл бар болса, сол тілдің барлығын меңгерген, білген. Сөйледі ме, сөйлемеді ме, онда дәлел жоқ. Бұл әлемде қанша тілдер бар? Айтақ 100 тіл ме, 200 тіл бар ма, 300 тіл бар ма? Сол тілдердің барлығы Адам алейхиссалам білген. Ал енді сол тілдерде сөйлегендігі, сөйлемегендігі, онда дәлеліміз жоқ. Сол үшін бір естіп жатасыздар, кейбір бір мемлекеттегілер айтады, Адам алейхиссалам бізден болған дейді, өзбектер бізден болған дейді, қырғыздар бізден болған дейді, тәжіктер бізден болған дейді, қазақтар да айтылады бізден болған деп. Адам алейхиссалам. Оның айтудың не себебі бар? Себебі қазақ тілінде білген, қанша тіл бар? Орыс тілінде, ағылшын, бірақ сол тілде сөйледі ме, сөйлемеді дәлел жоқ. Бірақ тілдердің барлығын Адам алейхиссалам тұла бойында болды. Сол үшін не болады екен?
адамның, инсанның, пенденің құбылтпалы болуы, оның ауа райға жараса болуы осы топырақ және адам алейхиссалам тұла бойында қасиет. Ең бірінші топырақ әсер береді. Мысалы күн жаңбырлы болғанда адамдардың настроениесі қуанып деп жүрмейді ғой. Күн бұлтты болғанда, ауа райы құбылмалы болған кезде адамдарда онша нетпейді, соған жараса кішкене маужырап жүреді, үйлерінде отырады, жаңағындай. Сол сулы болғанда, жаңбыр жауғанда, жер балшық болып езілгенде адамдарда солай езіліп жүреді. Ол әсер береді. Енді кейбір жер суға езіледі, кейбір жер езілмейді. Әртүрлі бір жерлер бар, ол жабысып қалады, бір жерлер бар, жабыспайтын бар. Адамның жаңағындай қырсық мінезі, қырсығып қалуы, оны біреуге қосқанда қосылмауы, неше түрлі сол топыраққа жараса. Не болады екен, сол топыраққа жараса. Бірінші сол біздің табиғатымыз сол топырақтан, екінші адам алейхиссалам тұла бойындағы сипаттар. Адам алейхиссалам тұла бойында сипаттар, қандай сипаттар болса, пенде инсандардың барлығында сол сипаттар бар. Хауа анамыздың тұла бойында қандай сипаттар болған болса, әйел адамдардың да тұла бойында сондай сипаттар бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты, егер Хауа анамыз Адам алейхиссаламға қарсы келіп сол кезде итағатсыздық қылмағанда, қазір қиямет күнге дейін қанша әйел болса, бір әйелде күйеуіне итағатсыздық қылмайтын еді деді. Хауа анамыз бір мәселеде білесіздер, алманы жедіріп қойды, тағы сондай бір мәселелер болды. Сол сипат бүкіл қиямет күнге дейін әйелдердің тұла бойында табылады. Сол нәрсе табылады. Пайғамбарымыз айтты, егер Хауа анамыз Адам алейхиссалам, Адам атамызға бір итағатсыздық қылмағанда, сол жерде азғырып сөйтіп, Адам алейхиссалам айтты, қой жемей қояйық деді. Хауа анамыз азғырды, сөйтіп жеп қойды. Сол нәрсе болмағанда, қиямет күнге дейін әйел адамдардың тұла бойында күйеуіне деген, ер азаматқа, ер адамға деген итағатсыздық деген нәрсе жоқ болатын. Ол нәрсе ол түсінбейтін булшит. Бірақ өкінішке орай болып қалды. Енді не істейміз? Сабыр қыламыз. Не болады екен? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әйел адамдардың сипатын көп баян қылды, көп түрлі айтты. Соның барлығы Хауа анамыздан және ер адамдардың сипаттарды Адам алейхиссаламнан. Адам деген сөз бұл арабша емес. Адам деген сөз идам деген сөзден шығады. Топырақтың бетінгі слойы бар ғой, бетінгі қабаты. Соны Адам дейді. Топырақ сулы болған кезде Ар-Рахман сүресінде мен сол-солин кәл-фахар. Сол деген топырақ жер лай болған кезде үстінен бассаңыз чық деген дауыс шығады. Соны сол дейді. Ар-Рахман сүресінде айтып отыр. Мен сол-солин кәл-фахар. Адам алейхиссалам солай жараттық деп отыр. Сол бетіндегі топырақтың бетіндегі суланып тұрған, лайланған сол дауыс сол дейді. Сол бетінгі қабатын идам дейді, адам дейді, удум деп айтады, адам деп айтады. Хауа деген сөз тікелей аудармасы ауа деген сөз. Ауаны араб тілінде хауа деп айтады. Хауа деп айтады. Хауаны білесіздер, ауа құбыл болмады, бірде бұлай болады, бірде түйе, бірде бие болады. Сол бұл хауа да адамда арабша емес. Араб тілінің грамматикасы бойынша ғори мунсариф деген нәрсе бар. Енді ол грамматикамен түсіндірілетін мәселе бұл жерде. Сол үшін не болады екен? Біздің тұла бойымыздағы табиғатымыз, біздің сипатымыз ең бірінші топырақтан әсер, топыраққа жараса, одан кейін Адам алейхиссаламның несіне жараса. Үшінші, өте аз әсер беретіні ол сіздің әкеңіз, атаңыздың амалдары. Ең бірінші топыраққа, екінші Адам алейхиссалам тұла бойында қасиет, оның сипаттары. Үшінші не болады екен? Әкеміздің әкесі, атасы, солардың тұла бойында болған амалдар, солардың қылған істері, солардың тәрбиелері. Тәрбие деген адамның өзінің қылған амалы. Балам былай істе, мынаны қылма деген негізгі тәрбие емес. Тәрбие деген сен дұрыс жүрсең, сол балаңа берілген тәрбиең сен. Сен балаң жоқ болса да, беліңдегі балаңа берілген тәрбиең сол. Дұрыс жүр, салихалы бол, күнәға барма, жаман нәрсеге барма, сен беліңдегі балаға тәрбие беріп жатсың. Бір адам бір үлкен ұстазға келіп айтқан: "Шейх, ұстаз, мен балам 3-ке толды, тілі енді шығып жатыр, өзі тәрбиелейтін жасқа келді. Неден бастайын тәрбиені?" дейді. Ұстаз сұраған: "Қанша жаста балам?" "3-те." Онда 3 жасқа кешігіп қалдым" дейді. 3 жылға кешіктім дейді. 3 жылдан бұрын келіп сұрау керек еді бұл мәселені. Қалай тәрбиелеймін деп.
кешіктің уже балаң уже бұрын қандай болса уже сенің тұла бойыңдағы нәрсе алып кетіп жатыр, сен қазір былай де ол бәрі сен қалай қыласың солай болады. Сол үшін не болады екен, бала әкеге ұқсайды. Неге ұқсайды? Себебі ұрықтың негізі мына мойнындағы қара құстан басталады. Қара құстан басталады. Сол нәрседен ажыратылады. Сол үшін жаңа еттің мәселесін айтып жатырмыз, алты нәрсе харам, бір нәрсе макрух деп, сол негізі ол жеуге болмайды ол нәрсені. Ол май емес ол ет те емес. Ол нәжас ол. Ол нәрсе нәжас. Сол үшін бұрынғы кезде енді үлкен кісілер біледі, бұрынғы ақсақалдар кішкентай балдарға бермейтін мұрынбоғың ақ бітеді. Ол мұрынбоқ деп айтатын. Негізі ол балдарды алдау үшін айтатын нәрсе. Негізі ар жағында ол не өткен, негізі ұрық ол. Жаңа жұлын дей ма? Жаңа ненің омыртқаның ортасына. Сол ер адамның не өткен қара құсындағы мидан басталады. Демек сен миыңда не нәрселер бар болса, балаңда сол нәрсе бар болады деген сөз. Сол үшін ғұламалар айтқан, жаңағы білесіздер, шариғатта әйел мен ер адамның қосылу мәселесі бар, фиқта, дұғаны айту, жабыну, оның бәрі сол балдарыңа берген тәрбие. Ер-азап үйленді, бала жоқ, енді ғана үйленді. Олар осы хадисте, шариғатта фиқ бойынша айтылғандай қылса, жаңағындай ауратын жауып, жаңа дұғасын айтып, анның барлығын қылатын болса, сол болашақ балдарына берген тәрбие сол. Тәрбие сол. Сол жерде мидан үзілді, бала кетті. Ассалаумағалейкум. Сол үшін тәрбие сол, ең бірінші содан басталады. Мысалы көреміз, әке, мысалы болады бір кісі бір ащы жақсы көрмейді. Баласы да ащы жақсы көрмейді. Ол баласына айтқан жоқ, ащы жақсы көрме, бұл не, бірақ тұла бойында ащыны жақсы көрмейді. Бір кісі тәтті жақсы көреді, баласы өскеннен тәтті жақсы көреді. Оған айтқан емес, тұла бойында бар. Ол әкенің миындағы программаның жартысын алып кетті. Сол алып кетіп, сол омыртқадан, сол жаңағы нер алқыры кеткен ол. Сол үшін не өткен, осындай мәселелерге бүгінгіні біз ақылымызда біздің неріміз сондай шектеліп қалған, көзге көрінген нәрсемен және жаңағы бізге алдымызға тасталынған нәрсеге ғана шектелгенбіз. Шариғаттың айтыла беретін болса, оның ар жағы одан сайын арғай кете береді. Оның ілімі сол үшін айтады, инемен құдық қазғандай деп. Қысқасы не болады екен, тағдыр мәселесі өте нәзік мәселе. Ғұламалар осы тағдыр мәселесін екіге бөлген, муаллақ және мубрам деп. Муаллақ және мубрам. Муаллақ деген байланысты деген, бір нәрсеге байланысты. Мубрам деген ол қатып қалған деген сөз. Сол бойынша тұрады қатып қалған. Енді білесіздер, хадистер келеді. Бір хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан, дұға қылсаң, мысалы дұға қылу деген нәрсе бар, Мысалы сен қиналып қалдың, ауырып қалдың, дұға қылшы, Алла шифа берсін. Дұға қылдың, шифа болды. Мүмкін оның тағдырында 10 күн ауру жазылып тұрған шығар. Бірақ бір салихалы адам дұға қылды, дұғасы қабыл болды, 5 күннен кейін жазылып кетті. Тағдыр өзгеріп кетуі мүмкін. Bir адам хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әке-шешеңді риза қылуың, әке-шешеңе қызмет қылуың сенің өміріңді ұзартады деді. Силай рахым, тума-туысқандықтармен болған жақсы мәміле, қарым-қатынас, ол да не болады деген, өміріңді ұзартады деген. Тағы соған ұқсаған сондай бір хадистер, риуаяттар өте көп. Ризық келеді деген, ризқың көбейеді деген, осыны қылсаң, керісінше Алла Тағала ризқыңды азайтып қояды. Сондай хадистер, риуаяттар өте көп. Енді ол риуаяттарды қалай түсінеміз десе, ғұламалар айтады. Алла Тағала негізі сенің тағдырыңды 40 деп жазып қойған. Бірақ сен бұл дүниеге келгеннен кейін әке-шешеңе қызмет қыласың, оның ризалығын аласың, тума-туысқанмен жақсы мәміледе қыласың, осындай амалдар қылғандықтан Алла Тағала тағдырға сені тағы да 2 жыл, 3 жыл деп қосып береді. Сол қосып бергені сол тағдыр. Бұлай емес, тағдырға саған 40 жыл жазылған, сен бұл дүниеге келдің, ата-анаңа қызмет қылдың, ризалығын алдың, хадис бойынша саған тағы да өмірің ұзарады деді. Сен енді тағдырдан кейін тағы да 2 жыл өмір сүресің. Жоқ. Тағдыр бітіп қалған, сен өзің өмір сүре аласың. Амал кітап жоқ, ештеңе жазылмайды, рахат. Жоқ, олай емес. Алла Тағала сен бұл дүниеге келмей тұрып, осындай амалдар қыласың, сол үшін негізі 40 жыл, бірақ сол үшін Алла Тағала тағдырыңа тағы да жылды қосып жазып қойды. Түсінікті ғой, Соны муаллақ дейді.
бір нәрсеге байланысты, амалға байланысты болған нәрселер, мысалы қырсық, бәле жәле, сүрініп кетуің, мысалы садақа раддул бәлә, бәлені қайтарады дейді. Мысалы бір адамға сүрініп кетіп, аяғын жырып алу деген бір бәле бар, или болмаса тағы бірдеңе деген бәле бар. Садақа берсе, ол нәрсе кетеді. Демек, оның сол құлап кетуі, сүрініп кетуі садақаға байланысты болып тұр ғой. Хадисте солай келіп тұр ғой. Енді сондай сол амалдармен өзгеріп кететін мәселелерді, сол тағдырдағы мәселелерді муаллақ дейді соны. Соны муаллақ дейді. Ал енді екінші түрі мубрам, ол өзгермейді. Ол мұсылман болуы, кәпір болуы, үлкен мәселелер. Бақытты болу, бақытсыз болу, жұмақтық, жәннати болу, тозақи болуы. Кәпір, мушрик, ахли кітап, мұсылман болулары, бұл нәрселер тағдыр жазылған, ол нәрселер өзгермейді. Ол нәрселер өзгермейді. Одан кейін хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан ад-дуа, дұға, ол тағдырды өзгертеді деген хадис бар. Ғұламалар бұны әртүрлі түсіндірген. Кейбір ғұлама айтқан, егер тағдырды өзгертетін нәрсе болса, ол дұға болушы еді деп түсіндірген хадисте. Тағдырды еш нәрсе өзгертпейді. Егер өзгертетін нәрсе болатын болса, ол дұға болушы еді деген. Екінші топ ғұламалар түсіндірген, сол дұға өзгертеді деген мағынасы, дұға тағдырдың бәрін өзгертпейді. Жаңағындай муаллақ болған мәселелерді. Мысалы, садақа бергенде сен бәле қайтарады деген хадис келді. Осындай бір амал қылсаң, Алла тағала ризқыңды кең қылады деген секілді сондай мәселелерді дұға менен сондай өзгертеді деген, ол муаллақ туралы айтылып жатыр. Екінші мубрам, ол өзгермейтін мұсылманның тозақы жәннати болуы. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадис айтты: "Куллун муяссарун лима хулиқа лаху." Әр адам не үшін жаратылған болса, солған жеңілдетілген деген. Бір белгі, тағдырымызда не бар екенін білмейміз, бірақ бір белгі бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Байхақидің риуаятында, Муслимнің риуаятында айтты: "Куллун муяссарун лима хулиқа лаху." Әр адам не үшін жаратылған болса, соған жеңілдетілген. Егер бір адам тозақ үшін жаратылған болса, тағдырында тозақи деп тұрса, тозақи амалдар оған жеңілдетілген. Егер бір адам оған жәннати болатын болса, жәннати амал оған жеңілдетіледі. Яғни жәннати амал деген жаңағы құлшылық, Алланың үкімі, Құран, хадиспен өмір сүру, сол нәрселер жеңілдетілген, ұнайды, сонымен жүргісі келеді. Жаңа күнә істер жақсы болса да, оған тартымды емес, жүрегі оны қаламайды. Сол бір белгі. Егер бір адам тозақи болатын болса, оған күнә істер ұнайды, жақсы. Ал мешітке бару, намаз оқу, жаңағындай жақсы амалдар құру, ол үшін бір үлкен бір қорқынышты болып көрінеді. Немесе сосын қылам, немесе жұмыстан босағаннан кейін, или 70-ке келген кезде деген секілді, ол жақсы амалдар оны наоборот алыстатады. Бұл бір белгі. Сол үшін пайғамбарымыз айтты: "Куллун муяссарун лима хулиқа лаху." Не үшін жаратылған болса, соған жеңілдетілген. Егер осы Алланың үкімін атқару, шариғатпен жүру, Құран хадиспенен жүру егер ұнап жатқан болса, қуаныңыз. Иншалла, Алла сізді жәннатқа кіргізеді. Күнәңізға болса да, күнәңіздің жарасы алып шыққаннан кейін бәрібір сіз жәннатқа барасыз. Бұл бір белгі. Ал тағдырда не бар екен біз білмейміз. Бірақ бір белгі не болады екен, егер Алланың үкімімен жүру, Құран хадисімен жүру ұнаса сізге, және сол сізге жеңіл болса, жүрегіңізге сондай жағып атқан болса, онда сіз қуана беріңіз. Бәрібір болсын, сіз жұмаққа кіресіз, иншалла. Алла тағала бәрімізге жұмақ насіп еткен болсын. Ахира дауана анилхамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.